алдымен түсінбей қалдық. Не болады? Қалай болады? Совет одағы біздің мемлекетіміз, еліміз, отанымыз, үйіміз деп жүрген. Содан бірінші ой келген, ой, жақсы болды ғой, талай мәселелерді өзіміз шешетін болдық. Бірінші ойыма келген осы ғимарат барлығы мрамор. Сол мраморды төсеу үшін, мрамор Қазақстаннан шыққан. Москваның рұқсатын алу керек. Тағы бір қорқық, енді жақсы болды ғой, Москваның рұқсатын керек жоқ. Кеңес одағының кезінде 1991 жылы Қазақстан Россиядан кейін ең мұнайлы республика деп болып есептелді. Содан Кеңес одағы құлағаннан кейін мұнай шығарудың көлемі түсе бастады. 1995 жылы 15 миллионға түсіп кетті. Одан кейін барып біздің геологтар теңізді ашты, Қашағанды ашты, Қарашығанақта ашты. Міне былтыр, Құдайға шүкір, 82 миллион бердік. Мұнай жағынан Қазақстанның үлкен келешегі бар. Хабаровтан қайтып келгеннен кейін Шымкентте мұнай айыратын завод салып отыр. Содан ректор маған айтты, мұнаны игеру керек қой, мұнаны басқару керек, давай. Мұнаймен шұғылдана бер. Содан кейін бар мен Атырауға жіберді. Директором Института химии нефти академияның почетный нефтяник СССР деген атағым бар. Ғалымдардың ішінде мен жалғыз адаммын. Марттың бірі күні 1995 жылы Нұрсұлтан Әбіш қаулы қабылдады. Қазақ халқының ассамблеясын құру туралы. Мен сол ассамблеяның бірінші мүшесі болды. Сол мәжілісте Нұрсұлтан Әбіш айтты, бұл енді халықтардың барлық уәкілдерінің сессиясы, парламенті, бара-бара келешекте әр халықтың уәкілі тұрып, өз тіл әке-шешесі тілімен сөйлеуге болады деп. Халық қуанып қалды. Біз дүние жүзіне осы тәжірибені таратайық деп, түрлі делегациялар басқа мемлекетке барып жүрді. Мен өзім жеке басым бір делегацияның құрамында Лондонға бардық. Англияның парламентінде доклад жасадық. Осындай ассамблеямыз бар, халықаралық достықты көрсетіп жатырмыз. Англияда толып жатқан ұлттар көп қой енді. Вот осылай деп тәжірибемізді айттық. Бұл дүние жүзіне таратылды. Шүкірлік жасап, оны сақтап қалып, қазақ халқының, қазақ мемлекеттің дәрежесін көтеру керек. Ол біздің қолымызда.